Таудың құлама құз, жартастары бөктерінен қиыршық тас, құм саулап құлай кетті де, ағаш арасымен сусылдап төмен сырғыды. Басымды еріксіз көтеріп қалып ем. Қарағай тасасына секіріп, жасырына қалған бір сөлекет мақұлықты көріп қалдым. Бұл не? Аю ма, адам ба, маймыл ма? Байқап үлгермедім. Жүн, қап-қара бірдеме. Шошып кетіп, кілт тоқтай қалдым. Сөйтіп алды-артым бірдей тұйыққа кезіктім. Артымда қанішер қарақшылардың қақпаны тұр да, алдымда мына бір не екені де белгісіз құбыжық тұр. Беймәлім қауіпке киліккеннен гөрі, өзіме белгілі қауіпті көріп алғаным жөн шығар деген тұжырымға келдім бірден-ақ. Мына орман Әзірейілмен салыстырғанда Сильверден зәрем ұшуы тіпті жай нәрсе сияқты көрінді. Кейін бұрылып, қайықтар тұрған жаққа қарай жүгіре жөнелдім. Қайта-қайта арт жағыма қарап қойып жүгірдім. Әлгі құбыжық алыстан айналып өтіп, мені басып озды да, енді алдыңғы жағыма шықты. Мен қатты қалжыраған едім. Бірақ тіпті шаршамаған күннің өзінде мынадай желаяқ жаумен тайталаса алмаған болар ем. Әлгі ғажайып мақұлық бір ағаштан екінші ағашқа дейін еліктей орғытады. Тіпті көз ілеспейді. Екі бүктеліп, жерге тым еңкейе түсіп жүгіреді. Бірақ әйтеуір адамша екі аяғымен жүгіреді. Иә, бұл адам екен. Менің енді бұған шүбәм қалған жоқ. Адам етін жейтін жабайы адамдар жайында естігендерімнің бәрі есіме түсе қалды. Тіпті енді болмаса көмектесіңдер деп айқайлауға да әзір едім. Бірақ маған аз да болса медеу болғаны. Әйтеуір, бұл өзі жабайы болғанымен де адам баласы ғой деген ой еді. Енді Сильвердің алдындағы үрей сезімім лезде ояна қалды. Мына тосын жаудан қалай құтылармын деп сәл ойланып тоқтап қалдым. Осы арада келіп жанымда тапаншам бар екені есіме түсті. Қорғансыз емес екеніме көзім жеткеннен кейін батылдана бастадым. Енді әлгі арал тұрғынына қарай қаймықпай өзім қарсы жүрдім. Ол жабайы да жасырынып қалды. Бұл жолы ағаш артына тығылды. Менің өзіне қарай бет алып келе жатқанымды байқап, тасадан шығып, маған қарсы жүргісі келгендей сыңай танытып еді. Бірақ жүрексініп, бір орында күйбеңдеп тұрып қалды. Тіпті бір-екі адым кейін шегінді. Содан тізерлеп отыра қалып, жалбарынып, екі қолын маған қарай созды. Бұл тіпті менің мүлдем күтпеген жайытым еді. Аң-таң боп өзім дағдарып қалдым. Сіз кім боласыз? Деп сұрадым. Бен Ганмын, деді ол. Тот басып шиқылдаған ескі құлыптай даусы әлем тапырақ болып қырылдап шықты. Мен Бен Ган деген бақытсыз бейшарамын. Тірі жан көрмей жападан жалғыз жүргеніме 3 жыл болды. Бұл да мен өзім қандай болсам сондай ақ нәсілді адам боп шықты. Бет әлпетін тіпті сымбатты деп айтуға болады. Тек күнге күйгеннен соншалық қарайыпты. Тіпті еріндеріне дейін қап-қара. Қоңырайып тотыққан бетінде екі көзі ғана бозғылданып алабөтен көрінеді. Талай қайыршыны көргенмін, бірақ тап осындай алба-жұлба адамды көруім бірінші рет. Үстіндегі лыпысы, ескі желкеннің және матрос көйлегінің әбден ырып біткен сілімдері ғана. Сол сілімдердің бір жерін жез түймемен, бірін майысқақ шыбықпен, енді бір жерлерін қарамай боп ұйысқан кендір талшықтармен ұстатып қойыпты. Үсті басындағы бірде-бір бүтін дүниесі жез доғалы қайыс белбеуі ғана екен. 3 жыл болды дедіңіз бе? Деп таң қалдым мен. Кемеңіз апатқа ұшырағаны ғой. Жоқ достым, мені осы аралға тастап кетті ғой, деді ол. Қарақшыларда кінәлі болған жолдастарын азын аулақ оқтары беріп, алыс түкпірдегі елсіз аралға жападан жалғыз тастап кететін жазаның осындай бір сөлекет түрі болады деп естігенім бар еді. Осыдан 3 жыл бұрын мені осы аралға тастап кеткен болатын, деп ол сөзін жалғастыра түсті. Содан бері ешкі етін, жеміс-жидек, бақа шаян жеп күн көріп келемін. Адам тамағынан өтетін ас табылса, қайда болса да өлмейді екен ғой. Бірақ кәдімгідей адамша ас ішуге қол жетер күн болар ма екен, деп талай зарыққанымды білсең ғой. Қалтаңда жарты уыс ірімшігің жоқ па? Жоқ дейсің бе? Әттеген-ай,
Менің ірімшік пен нан түсіме еніп, сілекейім шұбырғанына талай заман болды. Ояна келсем, түк те жоқ, түсім болып шығады. Егер аман-есен кемеме жете алсам, қанша жеуіңізге де жететін ірімшік тауып берер ем, дедім мен. Үстімдегі кеудешемді ұстап көріп, қолымды сипап, аяғымдағы етігімді айналдырып қарағыштап, тірі адам кездестіргеніне балаша қуанып, мәз болып тұр байғұс. Жаңағы сөзімнен кейін маған қулана қарап қойды. Аман-есен кемеме жетсем дейсің бе? Деп менің айтқанымды қайталап айтты. Саған кедергі болайын деп тұрған біреу бар ма сонда? Кедергі сіз емес, әрине, дедім мен. Әрине мен емес, деді ол. Өзіңнің атың кім, достым? Джим, дедім мен. Джим, деп рахаттана қайта-қайта атымды атады. Иә, Джим, өткен өмірімді әңгімелеуге менің өзімде ұялам. Осындай түрімді көріп тұрғанда, менің анамның инабатты, жақсы әйел болғанына кім сенер? Сену қиын шығар, деп шынымды айттым. Ал ол шынында да жақсы әйел болатын. Ондай ана сирек кездеседі, деді ол. Мен тәрбие көрген сыпайы бала едім. Содан ақырында не күйге түскенімді көріп тұрсың, Джим. Жасымда зират басына барып, достарыммен түрлі құмар ойындардың соңына түстім. Өллақи шыным, ақша ойыннан басталды да, соңында белшемнен бата бердім. Өстіп жүріп құрыйсың ғой, дейтін анам. Сол айтқаны айнымай келді. Бірақ барау, осы аралда жалғыз қалғаным түптеп келгенде пайда болды ма деп ойлаймын. Көп нәрсені ойлап түйіп тәубеге келдім. Енді мені арақпен арбау қиын. Әрине, аздап ішуге мен қазірде қарсы емеспін. Бірақ тек оймақтай ғана ыдыспен бақыт үшін деп ырымға бола. Енді түзелем деп өзіме берген сертім бар. Және көрерсіз де тұрарсыз. Сертімді бұзбаймын. Ал бірақ, ең бастысы Джим, деп ол жан-жағына қарап алып, енді сыбырлап сөйлеуге көшті. Ең бастысы, мен енді шіріген баймын. Осы сәтте мына бейшараның жалғыздықтан шатасып, есі ауысқандығына әбден көзім жетті. Бұл пікірім бет әлпетімнен білініп қалса керек. Ол қызбаланып, өршелене сөйледі. Рас айтам, баймын, Джим. Естіп тұрсың ба? Мен сені адам етіп шығарам. Ай, Джим, ай. Енді басқалардан бұрын алдымен өзіңді кездестіргені үшін тағдырға рахмет айтуға тиіссің ғой. Кенет ол бет әлпеті сұстанып, қолымды қатты қысып жіберді де, саусағым шошайтып, үрей туғыза. Джим, маған шыныңды айтшы, мынау Флинттің кемесі емес пе? Деді. Маған осы арада неге мына кісіні өзімізге одақтас жасап алмасқа? Деген бір жақсы ой сарт ете қалды. Сұрағына іле-шала жауап қайтардым. Жоқ, Флинттікі емес, Флинт өлді. Білгіңіз келгені шындық болса, шындық мынадай. Кемеде Флинттің бірнеше ескі достары бар. Біздің сорымыз болып отырғандар да солар. Ішінде жалғыз аяқты біреу жоқ па? Деді ол ентіге сөйлеп. Сильвер ме? Деп сұрадым мен. Иә, Сильвер. Оның аты Сильвер болатын. Сол біздің аспазымыз. Бүлікшілерге бас болып жүрген де сол. Ол менің қолымды әлі босатпаған болатын. Мына сөзімді естігенде қолымды сындырып жібере жаздады. Егер ұзынтұра Джон сені әдейі жіберіп отырса, онда менің құрығаным. Бірақ өзің қайда тұрғаныңды білетін шығарсың, деді ол. Не істеу керек екені жайында мен бірден-ақ дұрыс шешімге келген сияқтымын. Өзіміздің осы сапарымыз туралы, қазір қандай қырсыққа душар болып отырғанымыз туралы бәрін дымын қалдырмай айтып шықтым. Мені зор ықыласпен тыңдаған ол, әңгімем аяқталған кезде басымнан сипады. Өзің жақсы бала екенсің, Джим, деді ол. Бірақ енді бәріңде тұйыққа тіреліп тұрсыңдар. Ештеме етпес. Бенганға сенсеңдер, көріңдер де тұрыңдар. Ол сендерді құтқарып алады. Сквайр өзін пәледен құтқарған адамға қалай қарар екен, соны айтшы, деді ол. Мен оған бүкіл әлемде Сквайрдан мырза кісі жоқ деп жауап қаттым. Жарайды, бірақ түсінсең, мен оған малайлыққа немесе күзетшілікке қызметке ал деп өтініш айтпақ емеспін, деп ол сөзін әрі қарай жалғастырды. Жоқ, ондайыңа қызығатын мен емес. Анау көп ақша онсыз да менің ақшам ғой. Бірақ сол ақшадан Сквайр ең болмаса 1000 футын маған бере ме? Сол ғой.
менің білгім кеп тұрғаны. Беретініне еш шүбәм жоқ, дедім мен. Матростардың бәрі де сол қазынадан өз үлестерін алатын боп келе жатқан. Мені үйіме де апарып салама, деп сұрады ол күдіктенген адамша бетіме сынай қарап. Әрине, дедім мен. Сквайр нағыз джентльмен адам. Ол өз алдына, ал оған қоса қарақшылардың құрығынан құтылсақ, сіздей тәжірибелі теңізшінің болуы біздің кемемізге артықшылық ете ме? Апырай, сонда шынымен-ақ үйіме апарасыңдар-ау ә, деп ол жүрегі орнына түскен адамдай күрсініп қойды. Ендеше менің әңгімемді тыңда, деп ол сөзін жалғастыра түсті. Флинт қазынаны осында көмгенде, мен соның кемесінде болғанмын. Флинттің қасында еңгезердей мықты-мықты 6 теңізші болды. Олар аралда бір аптадай уақыт өткізді. Ал біз ол кезде ескі моржда отырдық. Бір күні біз арал жақтан келе жатқан қайықты көрдік. Қайықта Флинт отыр. Басын көк орамалмен байлап алыпты. Күн жаңа шығып келе жатқан кез еді. Флинттің өңі құп-қу. Сірә өлген адамда мұндай қан сөлсіз болмас. Жалғыз жүзіп келеді. Ал қалған 6-ауы өлтірілген. Иә, өлтірілген де көмілген болып шықты. Оларға қалай әлі жеткенін біз ешқайсымыз ешқашан біле алмай-ақ кеттік. Олар төбелесті ме, пышақтасты ма, немесе бірден өліп кетті ме? Әйтеуір олар 6-ау. Бұл жалғыз болатын. Билли Бонс штурман, ал ұзынтұра Джон квартирмейстер болды. Бұлар Флинттен қазына қайда, деп сұрап та көрді. Жағаға барыңдар да іздеп көріңдер, деп жауап қатты ол. Бірақ өтірік айтсам басыма жай түссін. Кеме сендерді күтіп тұрмайды. Міне, Флинттің оларға қайтарған жауабы осы болды. Ал осыдан 3 жыл бұрын мен өзім басқа бір кемемен жүзіп келе жатқанымда осы аралды кездестірдік. Жігіттер, дедім мен, осы араға Флинт қазына көміп кетіп еді. Жағаға шығып іздеп көрсек қайтеді. Капитанымыз қатты ашуланды. Бірақ матростардың бірі қалмай бәрі мені жақтады да осы кемені тоқтатып жағаға шықтық. Күн өткен сайын жолдастарымның маған деген ашу ызасы да өрши түсті. Ақыры олар кемеге қайтпақ болды. Ал сен, Бенджамин Ган, осында қаласың, деді олар маған. Мына мылтықты, темір күрек, сүйменді саған қалдырамыз, Бенджамин Ган. Осында қал, кім біліпті, мүмкін Флинттің ақшасында іздеп тауып аларсың. Содан бергі 3 жыл бойы, Джим, осында тұрып, адам баласына лайық, дені дұрыс тағам ішіп көрсем, не дейсің? Өзің маған қарашы, мен жайдан-жай матросқа ұқсаймын ба? Ұқсамайсыз дейсің бе? Және ешқашанда ұқсап көрген емеспін. Ол маған осыларды айтты да, ол біртүрлі ерсілеу етіп маған көзін қысты. Қолымды қатты шымшып алды. Сквайрыңа осылай айт, Джим. Ол ешқашан жайдан-жай матросқа ұқсамаған деп ол сөзін әрі жалғастырды. Бенган осында, аралда жалғыздан-жалғыз 3 жыл өткізіпті. Күндіз де, түнде де, күн ашық кезде де, бұлыңғыр жаңбырлы кезде де ол жалғыз болыпты деп айт. Кейде мүмкін Құдайға құлшылық етуін ұмытпаған шығар. Кейде әлде қашан дүние салған кәрі шешесін есіне алған шығар, деп айт оған. Бірақ уақытының көбінде мұны айтуды ұмытуға тіпті де болмайды. Уақытының көбін Бенган басқа бір жұмысқа арнапты де. Осыны айтарыңда оның қолын былай шымшып ал. Осылай деп ол менің қолымды ең жақын досымша шымшып алды. Сен және оған былай деп сөзін әрі қарай соза түсті. Бенган өте жақсы адам. Ол олжасыл джентльмендерден гөрі жаратылысынан джентльмен адамдарға көбірек сенеді. Өйткені оның өзі бір кезде олжасыл джентльмен болған көрінеді, деп айт. Сіздің бұл айтқандарыңызды түсініп жарымадым, дедім мен. Тіпті қазіргі сәтте түсінгенде де, түсінбегенде де оның айырмасы шамалы. Өйткені кемеге қалай жетудің амалын бәрібір біліп тұрған мен жоқ. Ендеше жағдайың мүшкіл екен, деді ол. Бірақ қорықпа, менің өзімнің тура мына өз қолыммен істеген қайығым бар. Анда бір ақ жартастың түбіне жасырып қойғанмын. Нағыз қиын болып бара жатса, біз қараңғы түскесін сонымен барармыз. Тоқта, анау немене болғаны?
деп ол кенет айқайлап жіберді. Тап осы кезде кеме жақтан зеңбірек атылып гүрс ете түсті. Жаңғырып гүр-гүр еткен бұл дауыс бүкіл аралды басына көтерді. Ал күн батуына 2 сағаттай уақыт бар. Ойбай-ау, анда ұрыс жүріп жатыр ғой, дедім мен де айқайлап. Жүріңіз менімен бірге, тезірек, тезірек. Осыны айтып, мен әлгіндегі үрейлерімнің бәрін ұмытып, кеме тұрған жаққа қарай жүгіре жөнелдім. Бейшара тұтқында маған ілесіп, аяқ-қолы жерге тимей, дедек қағып жүгіріп келеді. Солға таман, деп маған ескертіп қояды. Солға таман жүгір, Джим, айналайын. Орманның шетін ала жүрейік. Міне мен осы арада алғаш рет ешкі атып алғанмын. Енді бұл араға ешкілер келмейтін болды. Олар қазір тек анау тау басында, жоғарыда жайылады. Өйткені Бенджаминган атып алады деп қорқады. Міне мынау мола, төмпешіктерді көріп келесің бе? Мен анда-санда сірә күн жексенбі болар деп ойлаған кездерімде осында келіп шоқынып кететінмін. Бұл әрине шіркеу емес қой. Дегенмен осы жерде шоқынсам, біртүрлі салтанаттырақ өтетін сияқты. Уағызшысыз, тауратсыз, жалғыз өзім болғанмен де әйтеуір көңіл үшін. Ол жүгіріп келе жатып, тоқтамастан сөйлеп келеді. Менің жауабымды күтпейді. Және менің оған жауап қатып жататын шамамда жоқ болатын. Зеңбірек атылғаннан кейін ұзақ уақыт тыныштық орнады. Содан кейін бір дүркін бірнеше мылтықтың қатар атылған дауыс шықты. Тағы да тыныштық орнады. Содан кейін алдымыздағы орман үстінен бізден ширек мильдей қашықтықта британ жалауы желбіреп көрінді.